Сіздердің білім алушыларыңызға Kahoot ұнай ма? Егер Kahoot ұнаса, бұл ойын платформасы да балапандарыңызға ұнайтынына кепілдік беремін. Бүгін Gymkit викториналық ойын платформасын таныстыратын боламын. Ең қызығы, бұл платформаны бастапқыда мектеп оқушысы жасап шығарған. Ол сабақтарды қызықты еткісі келген екен. Бұл платформа білім мен ойынды ұштастырған мұғалімдерге must-have сайт. Ендеше бастайық. Googleға Gymkit сайтын тереміз, сол кезде бірден сайтқа кіретін боламыз. Көкпен берілген sign up for free, яғни тегін тіркелуді басамыз. Осы жерде Google арқылы тіркеліп, яғни жалғастырамыз. Мен өзімнің почтамды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Енді бізге мұғалім немесе оқушы ретінде таңдай аламыз. Educator, яғни мұғалім таңдадық. Мемлекетті таңдайсыз. Келесі кезекте өз пәндеріңіз таңдайсыздар. Мен ағылшын тілін таңдадым. Енді негізі бағана бірінші бетінде сіздерге орыс тілі де шығу керек етін. Сіздерге орыс тілі шыққан кезде орыс тілін таңдасаңыздар, осы берілген пәннің барлығы орыс тілінде сіздерге беріледі. Немесе шатасып кетсеңіздер, басқа пән таңдап қойсаңыздар, ештеңе етпейді. Онда айырмашылығы жоқ. Келесі grade level, яғни сіздерге орта мектепті таңдадым. Жалғастыру. Міне біз тіркелдік, негізгі бет шықты. Next баса бересіздер, яғни келесі жабамыз. Негізгі бет дайын. Осы жерде жаңа ойынды құрастыру үшін New Kit батырмасын басыңыздар. Мұнда ойынның атауын, тіл, қай тілде болмақ және қай пәннен өтпексіздер, соны тіркейміз. Мысал ретінде тақырыпты body parts, яғни дене мүшелері деп таңдап алдым, оңай тақырып алдым. Келесі тіл, мен қазақ тілін таңдадым. Өздеріңізге керекті тілді мына жерден таңдай аласыздар. Пән қалдырдым. Келесі жалғастырамыз. Осы жерден жай ғана бір фон таңдап алсаңыздар болады. Сұрақтарды қосу үшін add question батырмасын басыңыз. Міне, осы жерде question деп тұр, яғни қазақ тілінде немесе орыс тілінде сұрағыңызды жаза аласыз. Төменге жауаптарын белгілейсіз. Егер дұрыс жауап болған болса, онда осы жасыл белгіні қалдырасыз. Егер қате жауап болса, онда үстінен бассаңыз, ол қызарады. Мен өз жауаптарымды жазып жатырмын. Жоғарғы жағында байқасаңыздар, сұраққа сурет қоя аласыздар, аудио қоя аласыздар, немесе формула қоя аласыздар. Міне бірінші сұрақ дайын. Екінші сұрақты қосу үшін қайтадан add question, дәл осылай жалғастыра бересіздер. Осы жолға сұраққа суретті қойып көрмекпін. Ол үшін add photo суретті қоюды таңдадық. Міне upload sketchpad батырмасын басамыз. Алдын ала дайындап болған фотоны тауып алып, осында алып келетін боламыз. Мысал ретінде мен 3 сұрақ әзірлеген болатынмын. Олар дайын. Енді ойнап іс жүзінде қарастырып көрейік. Олдан, яғни аяқталды дегенді басамыз. Міне тұр body parts, play live, яғни онлайн түрінде ойнау батырмасын бастық. Енді мына жерден қай ойынды ойнағыларыңыз келеді, біреуін таңдап аласыздар. Есте сақтайтын жайт, бұл ойындар, бұл сайт 2 аптаға жарамды. Сіздер 2 аптағына қолдана аласыздар. Бірақ
Қаласаңыздар кейінірек басқа бір почта ашып, қайтадан өздеріңізге осы сайтқа кіре аласыздар. Мен бірінші ойынды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Бұл жерде барлық сұрақтарға қанша уақыт бересіз, соны жазу керексіз. Келесі сізден рұқсат сұрап тұр. Оқушыға дұрыс жауабын көрсету ұтылған жағдайда 10 таңдайсыз. Ұпайды 1000 деп солге қалдырдым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Ойынға арналған негізгі бетке өттік. Kahoot платформасындағыдай бізге код берілген. Осы кодтың үстін бассаңыздар QR-да беріледі. Оқушылар осыны сканерлеу арқылы ойынға әрқайсы жеке-жеке онлайн қатыса алады. Ал сіздің экраныңыздан қанша оқушы қатысып отқаны, аттары кімдер, кім қатысып отқанын көре аласыздар. Ойынға қатысушы оқушылар түгел кіргеннен кейін Start Game, яғни бастау батырмасының басамыз. Енді әрбір оқушы өз телефонынан отырып ойынды бастай береді. Бұл ойын түрінің шарты бойынша жаңағы персонаж секіру арқылы кедергілерден өту керек. Ал кедергілерден өту үшін оған күш, энергия керек. Ал энергияны алу үшін ол осы сұрақтарға жауап беру керек. Бұл ойын балаларға, студенттерге, барлық жасөспірімдерге қызық. Бұл платформаны сабақта қолдану арқылы бірде-бір оқушы назардан тыс қалмайды. Ойынның соңында қай оқушы қанша ұпай алғанын тексере аласыздар және жеңімпазды автоматты түрде өздеріңіз анықтай аласыздар. Егер ақпарат пайдалы болған болса, тіркеліңіздер, лүпіл қалдырыңыздар. Келесі видеода тағы қандай платформаны қарастырғанымызды қалайсыз? Пікірге жазыңыздар.